Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Бір-бірінен 0,16 метр қашықтағы 2-3 жоны мисал тәрізді кулон зарядты 0,12 метрге дейін жақындату үшін қанша жұмыс жасау керек? Енді балалар, біз бір зарядты тыныштату деп есептейік. Яғни онда көбір сынақ зарядты В нүктесінен А нүктесіне орын ауыстырды дейік. Сол кезде атқарған жұмыстың шамасы А тең болады. Көбір зарядтың атқарған жұмыс шамасы А тең болады. Көбір зарядты дельта фи, яғни потенциал айырымына тура пропорционал. Бұл бірінші формула. Енді дельта фиіміз сонда фи 2 минус фи 1 болады. Фи 1 екінші формула. Енді фи 2 мен фи 1-ді жеке-жеке ашып жазайық балар. Фи 2 тең болады К Q2 бөлінген ер 2. Фи 1 К Q2 бөлінген ер 1. Бұл төртінші формула. 3 пен 4-ті бірге қойайық сонымен балар. 3 пен 4-ті бірге жазып қойайық балар. 3 пен 4-ті бірге қоямыз. А тең болады Q1 жашан ішінде К Q2 ер 2 минус К Q2 ер 1 тең болады К Q1 Q2-ні жақшана сыртына шығарып жерек. Сонда 1 бөлінген ер 2 минус 1 бөлінген ер 1 қалды. Бұл біздің 5-ші формула болсын. Енді ортақ бөлім келтіріп жерек. А тең болады К Q1 Q2 ер 1 ер 2 бөлінген ер 2 көбейту ер 1. Бұл 6-ші формула. Енді орнына қойып есептеу ғане қалды. А тең болады 9 дәресі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадрат көбейтілген бірден квадраттай салайық балар. 9 10 минус 12 10 минус 12 дәресі кулон квадрат 0,14 4 10-ның минус 1 дәресі метр 6 10-ның минус 1 дәресі метр 2 10-ның минус 1 дәресі метр. Енді қысқартатын бірлігін шығарып алдымен метр мен метр қысқарсын, метр мен метр квадрат қысқарсын, кулон квадрат пен кулон квадрат қысқарсын. Ньютон көбейтілген метр ол жолды береді. Бірлігі шықты, яғни қорытқан формуламыз дұрыс деген 6-ші формула. Енді 4 пен 2-ні қысқартайық. 9 пен 6-ны қысқартайық. Нарда 2, тағы да 2 мен қысқарады. Сонда нарда 3 қала. 9-ді 3-ім 27. Коэффициенті шықты. Сонымен коэффициенті шықты. 27 деп жазып қойық болар. 27 дәрежесін шығарғанда минус 1 мен минус 1-ді қысқарып жерек. Минус 1 мен минус 1-ді қысқарып жерек. Минус 1 үстіге шығады 9, 10, минус 2 қалады. 10-ның минус 2 дәресі қалды балар. Наны дұрыстап көппен жазып қойық. Әртүрлі жазбай. Көтілген 10-ның минус 2 дәресі. Сонымен балар атқарған жұмыстың шамасы 0,27 жол болды. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.